Саламатсыздар ма студенттер? Мен Бегалиев Жұмағали Жұмаханұлы, Қазалы аграрлық техникалық колледжінің ғимараттар мен құрылыстарды салу және пайдалану мамандығының арнайы пән оқытушысымын. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қаңқа панельді ғимараттарды монтаждау. Қаңқа құрылымына байланысты ғимараттар бір қабатты және көп қабатты болып бөлінеді. Біз бүгінгі сабағымызда соның көп қабатты қаңқалы ғимараттарды құрастырудың әдістері мен реттілігін қамтитын боламыз. Оларға мыналар жатады. Бірінші, қаңқалы ғимараттарды құрастырудың әдістері. Екінші, жер асты және жер үсті бөліктерін құрастырудың ерекшеліктерін білу. Үшінші, монтаж крандарын таңдай білу. Монтаждау кезінде монтаж құрылғылары қолдана білу. Ал енді қаңқа құрылымын құрайтын материалдарды атап өтейін. Олар іргетастар, бағаналар, ригельдер, ара жабын және жабын плиталары жатады. Міне осы элементтер қаңқалы ғимараттың негізін құрайды және бүкіл салмақ жүктемелерін көтереді. Қабырға панельдері мен төбе жабындары заманауи жылу, ылғал оқшаулағыштармен және желден қорғайтын материалдармен жабдықталған. Қаңқалы ғимараттардың қандай элементтерден материалдарынан жасалатынына тоқталсақ. Темір-бетон материалдары, олардың екі түрі болады. Монолитті, бұл жұмыс алаңында қалыптарды құру, арматурасын тоқу және бетон құю арқылы жасалады. Құрастырмалы темір-бетон элементтері, бұлар заводтарда дайындалып, құрылыс алаңдарында құрастырылады. Темір материалдары, бұл материалдарды биік ғимараттарды құрастыруда қолданылады. Қазіргі кезде үлкен өнеркәсіптік ғимараттарды құрастыруға қолданылып жатыр. Ағаш материалдары. Ағаш материалдары көбінесе жеке сектордағы бір қабатты үйлерді салуға пайдаланылады. Бірақ қазіргі кезде биік ғимараттар салуға да жобалар жасалуда. Көп қабатты, балкалы, қаңқалы ғимараттар тік төртбұрышты болып салынады және қабаттарға қолданылатын материалдар шығыны бірдей болады. Темір-бетон элементтерінен құрастырылатын ғимараттардың бағаналары 6-6 немесе 6-9 метр болады. Қабат биіктігі 3 метр 60 сантиметрден 7 метр 20 сантиметрге дейін. Ал қабаттар санына келетін болсақ, 2 қабаттан 12 қабатқа дейін орнатылады. Температуралық блоктар әрбір 60 метр сайын қойылады. Қаңқалы ғимараттарды монтаждау әдісі бойынша ғимараттарды құрастыру тіктігіне қарай төменнен жоғары қарай орналастырылады. Олар техникалық орындалуына қарай жиынтық монтаж және шектеулі жиынтық монтаж болып бөлінеді. Жиынтық монтажды орындаған кезде бағананы кран жебесінен орнатып, өлшеп, яғни жобадағы жағдайға келтіріп, уақытша бекіткеннен кейін ғана босатады. Ал шектеулі жиынтық монтаж кезінде монтаж элементтерін белгілі бір қалыпта, жобалық қалыпта ұстап тұруға арналған қолданады. Бұл әдіс жұмыс уақытын үнемдеуге, сапасын арттыруға және жұмыс құнын арзандатуға мүмкіндік береді. Монтаж крандарын таңдау жұмыс технологиясына байланысты, жұмыс алаңының ерекшеліктерін ескеру, көлем жоспарлы шешімдерін қарау, монтаждау элементтерінің сипаттамаларын білу, құрылғылар мен ірілендіру дәрежесіне қарау керек. Кранды есепті параметрлеріне қарай таңдауда жебенің ұзындығы, ілмектің көтеру биіктігі, салмақ көтергіштігі, сонымен қатар ілмек құралдары, өлшеуге және уақытша бекітуге арналған құрылғылар да есепке қаралады.
Және тағы да бір есепке алынатын жайт, ол кранды орнату құны мен жұмыс уақытының ұзақтығы ескеріледі. Барлық крандар өзінің жұмыс аймағы бар. Бұл дегеніміз кранның қызмет көрсету аймағы. Ал екіншісі жүк тасымалдау кезіндегі қауіпті аймағы. Қауіпті аймақ жүктің құлаған кездегі шашылу аймағы. Яғни кран ілмегінен құлаған жүк жерге түскен кезде сынып бөлшектеніп шашылуы мүмкін аймақты айтады. Ғимараттардың жер асты бөлігін салудың технологиялық циклдеріне байланысты негіздің геодезиялық бөліну құрылғысы, жер құрылыстарының құрылысы, іргетастар құрылғысы, жертөле құрылысы, іргетас бағандарын орнату, ара жабын плиталарын құрастыру, жертөле қабырғаларын қайта көму. Ғимараттардың жерүсті бөлігін орнатуда бірнеше циклдарға бөлінеді. Темірбетон элементтерін монтаждау, шатырларды орнату, арнайы және әрлеу жұмыстарын жасау, технологиялық жабдықтарды монтаждау. Темірбетон жақтауларды орнатудың негізгі параметрлері ұяшықтар болып табылады. Және бұл ұяшықтар 4 бағана, 2 ригель, 2 байланыстырушы ара жабын және жай қатарлы жабындарды құрайды. Монтаждау жабдықтары. Соның ішіндегі қарапайымы көлбеу байланыс тіректері. Бұл құрылғының жұмыс істеу принципі бағанаға хамут кигізіліп бекітіледі. Хамутқа тірек орнатылады. Тіректің екінші жағы іргетасқа бекітіледі. Бұл жерде бағананың тік қалпы сақталуы тиіс және бағананы орнату уақыты 12 минутты құрайды. Бағаналарды орнатуға қолданылатын тағы бір құрылғы ол кондуктор. Кондуктордың жеке және топтық түрлері болады. Жеке кондукторларды іргетас блоктарына немесе астыңғы бөліктегі бағана шетіне орнатып аламыз. Сонан соң монтаждалатын бағананы кондуктордың ішіне орнату арқылы бағаналарды түйістіріп бекітеміз. Содан соң дәнекерлеу және аммонизациялау жұмыстары жүргізіледі. Топтық кондукторларды бағаналарды орнату уақытын үнемдеу және монтаж бағасын арзандату үшін қолданады. Топтық кондуктор көмегімен 4 немесе 6 бағананы орнатуға мүмкіндік береді. Бағаналардың орнатудың тиімділігін арттыру үшін қаңқалы топсалы индикатор қолданылады. Оның жоғарғы жағында бұрыштық бекіткіштері бар. Солардың көмегімен бағана бұрыштарының орналасуын жобалық жағдайға келтіреді. Бірінші және екінші деңгейдегі жұмыс алаңшалары бар. Оларда монтаждау және дәнекерлеу жұмыстары жүргізіледі. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.